Сәлеметсіздер ме? Мен Аққайыз Наяжан, шығармашылық үйінің оқушысы. Тақырыбы: менің ауылымдағы салауатты өмір салтын насихаттау және дамыту. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсаты адамның денсаулығын жақсарту, ұзақ өмір сүруге ықпал ету және қоғамды зиянды әдеттерді қорғау. Сонымен қатар салауатты өмір салтының маңыздылығын халыққа түсіндіру және жастар арасында салауатты әдеттерді қалыптастыру. Салауатты өмір салтын насихаттау міндеттері: денсаулықтың маңызды екенін түсіндіру, физикалық белсенділікті насихаттау, темекі шегу, алкоголь мен нашақорлықтан бас тарту, психологиялық денсаулықты сақтау, профилактикалық медициналық тексеруге шақыру, жас ұрпаққа салауатты әдеттерді қалыптастыру. Салауатты өмір салтын насихаттау қазіргі заманның өзекті мәселелерінің бірі. Оның өзектілігі бірнеше факторға байланысты: денсаулықтың сақтау мәселелері, әлеуметтік және экономикалық жағдай, зейнет жасындағы жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, психологиялық аспектілер. 2024 жылдың қаңтар айында Үлкен Нарын ауылында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылды. Шығыс Қазақстан облысы әкімі Ермек Көшербаевтың тапсырмасына сәйкес өңірлердің ұзақ өмір сүру орталықтары жұмыс істей бастады. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығының мақсаты аға буынға психологиялық және физикалық денсаулықты сақтауға көмектеседі. Аға буын өкілдері біздің мақтанышымыз, қымбат байлығымыз. Сондай тұлғалардың бірі Амангелді Сапарханұлы Исабековтың қоғамдық өмірге және шығармашылық белсенді қатысып, жастарды тәрбиелеу жолында зор үлес қосуда. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы зейнеткерлікке шыққан апа-аталарымызға қамқорлық жасалынады. Қариясы бар елдің қазынасы бар. Қарағайға қарап тал өсер. Демекші апа-аталарымыз бос уақыттарын тиімді пайдаланы, яғни әркім өзіне ұнаған үйірмелерге қатысады. Егде жастағы адамдар бұл орталыққа әлеуметтік және салауатты мәселелердің көмектесу үшін келеді. Сондай-ақ жас ұрпақ өкілдерімен қарым-қатынасты жақсартуға алады. Сондықтан да байланыстыру жіп үзілмейді. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы жобасының аясында Нарын асылдары атты ардагерлер ансамблі құрылды. Ансамбль ауданымыздың әртүрлі мәдени іс-шараларына белсене қатысып отырады. Ансамбльге зейнеттегі тігінші Ольга Федоровна жетекшілік етеді. Осыдан 5 жыл бұрын Үлкен Нарын ауылында мұз айдыны ашылған болатын. Бұл тұрғындардың сүйікті демалыс орны. Осындай белсенді жастарымыздың арқасында ауылдарда өмір сапасы артып, тұлғалардың үшін қолайлы жағдай жасалып келеді. Үлкен Нарын ауданының балалар жасөспірімдер спорт мектебі 2015 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Бұл жерде балалардың бос уақыттары тиімді өткізу мақсаттары әртүрлі үйірмелерге жұмыс жасайды. Атап айтқанда, волейбол, қазақша күрес, бокс, еркін күрес, футбол, шаңғы, дзюдо. Балалар облыстық республикалық жарыстарға қатысып, жүлделі орынды иеленіп келеді. Мектептерде де салауатты өмір салтын ұйымдастыру жас ұрпақтарға денсаулығын нығайту мен оның дұрыс дамуына маңызды рөл атқарады. Кешінде іс-шаралар жүйесінде болып табылады. Зиянды әдеттердің зиянды мен салдарын түсіндіріп, оларды бас тартуға ықпал етуде. Ауылымыздың салауатты өмір салтын насихаттау жолдарының тағы бір түрі фитнес-клубы 2018 жылдан бері өз жұмысын жалғастырып келеді. Бұл фитнес-клубқа Туматова Рима Мицагеровна жетекшілік етеді. Жалпы, ол дене шынықтыру пәні мұғалімі. Клубтың ашылуы көптеген адамдарға денсаулықтың жақсартуға және физикалық белсенділікті арттыруға мүмкін береді. Мен де салауатты өмір салтын жүргіземін. Ол денсаулығымды жақсартуға, уақытымды тиімді өткізуге көмектеседі. Мен әртүрлі үйірмелерге қатысамын. Мысалы, аудандық шығармашылық ұйымның шахмат, сурет, би үйірмелеріне қатысамын. Таза ауада шаңғы тепкенді ұнатамын. Шаңғыдан жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленемін. Қорытындылай келе, салауатты өмір салтын насихаттау арқылы ауылымызда көптеген оң өзгерістер болады. Атап айтқанда, физикалық белсенділік,
дұрыс тамақтану, психологиялық денсаулық, жалпы салауатты өмір салтын насихаттау ауылымызда тұрғындардың өмір сапасын арттыруға оң әсерін тигізуде. Алдағы уақытта осы бағыттағы да көптеген шаралар жүзеге асырылып, салауатты қоғам құруға үлес қосатын боламыз. Назарларыңызға рахмет.